Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге Каши-Бенниковский теңсіздігі жайлы шамалы тоқталып кетейін деп отырмын. Бұл теңсіздік негізінен олимпиада есептерінде, математиканың теңсіздіктерін дәлелдеуде көп қолданылатын теореманың бірі, формуланың бірі. Бұл теңсіздік арқылы облыстық олимпиада есептерін шығарған видеомды келесі видеомда жүктейтін боламын. Енді бұл теңсіздік туралы шамалы тоқталып кетейін. Кез келген нақты сандар үшін A1, A2, AN үшін және B1, B2, BN үшін n бірден үлкен сан, натурал сан келесі теңсіздік орындалады. Мына теңсіздік, яғни бұл теңсіздікті екі жағын бірдей квадратқа шығаратын болсақ, бізде мынандай да формулаға түріне келеді. Бұл теңсіздік негізінен қай жерден келіп шықты, қалай болады деген болса, мектеп оқушылары үшін немесе мектеп программасын меңгерген адамдар үшін, жандар үшін шамалы мәлімет беріп кетейін. Бұл теңсіздік Каши-Бенниковский-Шварц теңсіздігі деп аталады, немесе Каши-Бенниковский теңсіздігі деп аталады. Мектеп программасында A векторы берілсін, координатасы A1, A2, негізі мектеп программасында x1, x2 деп те беріледі, x1, y1 деп те беріледі. B векторы берілсін, координатасы B1, V2, соның скаляр көбейтіндісінің, векторлардың скаляр көбейтіндісінің екі формуласы бар, координаталарын пайдалану арқылы, яғни бірінші формуламыз сол, және екінші формуламыз екі вектордың модульдерінің көбейтіндісі және арасында бұрыштың көбейтіндісі арқылы табылатын скаляр көбейтіндінің табу формуласы бар. Енді бұны қарасақ, бұл жерде модуль деп отқанымыз мына формула, A векторының модулі дегеніміз. Негізінен мектеп оқушылары үшін x1, y1 деп негізінен көбінесе үйреніп қалған. Мағынасы бір. Бұл жерде скаляр көбейтінді A векторы және V векторының скаляр көбейтіндісі, яғни мына үшеуі тең нәрсе. Енді бұл жерде мынандай нәрсемен бағалайын деп отырмыз. Скаляр көбейтінді A1, V1 плюс A2, V2 үшін скаляр көбейтінді A векторының модулі, V векторының модулі арасында бұрыштың косинусы, ол кіші немесе тең мына бір өрнектен, яғни бұл жерде косинусымыз бірден кіші немесе тең дегенді ескеретін болсақ, яғни бұл теңсіздік орынды. Енді бұл теңсіздік орынды жазықтықтағы екі вектордың жағдайында мына теңсіздікте орынды болады. Біз қазір жазықтықтағы екі вектордың скаляр көбейтіндісін пайдалану арқылы кішкентай Каши-Бенниковский-Шварц теңсіздігінің идеясын түсіндіріп бердім. Негізінен Каши-Бенниковский-Шварц теңсіздігі мынау теңсіздік. Бұл жазықтықты емес, n өлшемді. Енді бұл теңсіздіктің қолданылуын қалай қолданамыз деген сұраққа жауап беріп кетейін. Каши-Бенниковский теңсіздігі негізінен Каши-Бенниковский теңсіздікті дәлелдеуде, геометриялық есептерді шешуде, тригонометриялық теңдеулерді шешуде, сонымен қатар функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табуда қолданылады негізінен. Мысалы, кез келген AVS нақты сандар үшін осы теңсіздікті дәлелдеп беруіміз керек. A плюс B плюс C квадрат кіші 3 көбейткен A квадрат плюс B квадрат плюс C квадраттан. Енді дәлелдеуді мынандай нәрсені пайдаланып тұрмын. A дегенге 1 көбейтіп тұрмын, B дегенге 1. Яғни мына теңсіздікті пайдаланып отырмын. Ол дегеніміз жеке-жеке сандардың квадраты, 1-дің квадраты плюс 1-дің квадраты плюс 1-дің квадраты, ол 3-ті береді теңсіздікте. Ал мұналар теңсіздіктің шарты бойынша A квадрат, B квадрат плюс C квадратты береді. Енді екінші мысал қарастырайық. Кез келген үш нақты сандар үшін AVS егер A плюс B плюс C 3-тен үлкен және болса, онда A квадрат плюс B квадрат плюс C квадрат 3-тен үлкен теңсіздік ақиқат болатынын дәлелдеңдер дейді. Енді дәлелдеуді мына формуланы пайдаланып тұрмын бұл жерде де. Яғни мынау теңсіздігіміз дәлелденген. 1 плюс 1 плюс 1 дегеніміз ол 3-ті береді. A плюс B плюс C квадраттың орнына 3-ті қоятын болсақ, 3-тің квадраты 9-ды береді. 9 бен 3-ті қысқартамыз. 9 бен 3-ті қысқартсақ, теңсіздік дәлелденді. Тыңдағандарыңызға рахмет.